каналына қош келдіңіздер достар. Бізде жақсы көрмейтін қыз сериалының екінші сериясы. Маған ешкім лайк баспаған, және әлі де бір лайк болып қалып тұр. Менде бірақ 4 адам көргенмен сол 3 адамның ешқайсысы көрмей лайк баспаған. Көріп алып, сіздерге айтарым, көріп алып лайк баспасаңыздар, онда лайк баспайтын болсаңыздар, ешқандай да көрмеңіздер. Потому что сіздер лайсыздар ма, мен қайдан білем. Сол үшін бірінші видеоны қоспай тұрып, лайк басып, подписать етіп, арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Міндетті түрде комментарияға жазып кетіңіздер. Айтқандай комментария жабық, менде сол үшін жазбай қойыңыздар. Ал мен сериалды бастаймын. Анамды шақырып келсеңші, өзің отырып алмай. Құрсын, не мынау? Қазір. Ханым сізді шақырып жатыр. Шай айттым. Шақырмайсың ба ертерек? Светіңім жақ қойды. Әсел әпкем ғой. Өтірік айтпаш. Не өтірік айтуды қоймағансың әлі? Сен жақтың. Жүр. Жыныма тидің ғой тегі. Шайды бастайықшы нормальный етіп. Соны айтам мынау. Сен де осы жерде шейсің бе? Бар балконға. Жарайды. Пісіме отырып тамақ іше алмаймыз ғой. Соны айтам мынау. Кетсеңші тез. Жақсы болды ғой. Сол ғой. Неге мен тамағымды мына төрге қойған? Мына жерде отыруым керек қой. Орным осы ғой. Мына бір қызда менің басыма бәле болды ғой. Соны айтам. Неге мына қыз әкелді әке? Соны айтам. Мына қыз вообще ұнамайды маған. Бұрынғы әйелінің қызы. Неге келді? Көзіме күйік болды ғой. Сол ғой, мама. Неге мені жамандай береді? Мен оларға не істеп қойдым? Жарайды, тамағымды ішейінші. Менің анам, өз анамды сағындым. Анашым, мені кешіріңізші. Болды, жыламай, тамағымды ішейін. Болдың ба? Иә, болдым. Не жылағансыма бер келші. Не істедіңіз? Шайды төктіңіз ғой. Жинап ал енді. Қайтадан шай қойып әкел сосын. Шай деппін ғой, кофе. Жарайды. Болды, ескимолда. Иә, қазір. Тезде сүртіп алшы. Құрсын. Не келдім? Келсең сүрт та. Не сүртіп жатырмын? Сен сүртіп болған дегенше бізде тамағымыз жеп болып қалды ғой. Болсаңшы тез шайынды кел. Иә, қазір. Өзім іште салайыншы. Не келін? Тез қимылда, тез. Иә. Мә ал тез. Мыналарда жылма тип қой. Мынаны істе. Дана, мынаны істе деп. Мен тұрайын.
тұрайын мен. Өз бөлмеме мен барам. Мен де тұрайыншы. Так, мен қазір қыдырамын, сол үшін мен өте әдемі көйлегімді киейін. Осыны кисем екен. Но бұл маған жараспай тұр, осыны киейін. Жаныма тип болды осыларда, осы үйден қашан кетем. Әкем де қоймады ғой, біраз қал шыда деп. Шыдай алмаймын ғой уже. Не ашуланып жүрсің? Жоқ, ештеңе. Жақсы, мен кетіп бара жатырмын. Кете беріңіз. Мен кеттім. Жақсы болды ғой кеткені. Так, мен де барып қыдырып қайтайыншы кафеге мағы жаққа барып. Мен де кеттім, үйді жинап тап-таза қылып қойықтың ба? Ай, ханым. Жақсы, мен кеттім. Мен кеттім, анан істеді, анан істеп қой, тазалап қой дейді ғой. Өте күлкілі. Бір әкем қашан келеді? Кешке дейін тамақ істеп қоюым керек, үй жинап. Жарайды. Бастайын уборканы. Әрең дегенде біттім ғой. Олар қашан келеді? Мына қыз қашан ашады? Соны айтам. Келді ма? Сіз барып ашайын, қазір тыңданады ғой. Келдіңіздер ме? Я, келдік. Неге есікті ашпадың? Соны айтам. Бүгін сенімен сөйлесем жақсылап жүр қызым. Әсел. Сол ғой, бір тоңып қатып тұрдық қой. Жаныма тиді ғой мына қызда бір. Жаным келіп тұр ше, осы қызға тамақ істеп қойдым хотя бы. Істеп қойды отырайықшы тез. Соны айтам мынау. Мен жүре берейінші. Не болған? Күнде сондай ғой, қойшы. Отыра берейін. Әкемнің келетін уақыты болды. Мен барып есікті ашайын. Қайдан білесің? Әке, жаным, қызым, мен келдім. Әке, келгеніңіз қандай жақсы болды. Я, мен сендерге сыйлықтар әкелдім. О, не сыйлық? Барайық. Я, не сыйлық әкелдің әкесі? Бұл саған Аида. Мәссаған, қандайрақ әдемі. Я, қандай күшті, әке, романтика. Романтиксіз ғой. Я, рахмет, Ерхан. Мен барып бұны бөлмеме апарып қойайын. Қыздарға не пердекін отырайық. Әке, маған не сату? Ал мынау данаға. Әке, алақай, маған да сыйлық әкелдіңіз бе? Әрі отыршы. Ал мынау Әселге. Вау, ішінде не бар екен? Жарайды, ашармыз соңынан. Жүріңдер ішке кірейік ендеше. Жүре қойданы, қызым. Кетті әке. Әке, бүгін не болған білесіз бе? Бүгін мамам және әпкем үшеуміз фильм көрдік. Қандай күшті. Неге балконға отырып алғансың? Салқын ғой балкон. Ішке кір. Іште шай ішесің. Шын ба? Иә,
да тоңып қаласың. Рахмет, әке. Жақсы болды ғой. Мен сіздермен бірге отырып шай ішкім келіп еді. Неге отырмадың, ішкің келіп жүрсе? Өзім балконда отырған жақсы көрдім. Мына қызы жыныма тиді ғой. Соны айтамын, айтып қойын деді ғой. Жүрші, болды. Мен шай ішпеймін, мен кофемен және далаға бөлмемде ішемін. Бөлмемде ішейінші, соған орын болсын. Оңбағанға. Мен осында отырып іше берейін. Апарып қойын бөлмеме. Қызым жүр, сыйлықты бірге ашамыз. Иә. Так, мен осында қояйын. Мынаны осында қояйын. Ашыңдар сыйлықтарымды. Әке, мынау қандай күшті блокнот. Вау, қойшы. Иә. Рахмет, әке. Мен андай блокнот алғым келіп жүреді. Оқасы жоқ, қызым отыра ғой. Рахмет, көп. Бұған күнде жазатын боламын. Енді сен аша ғой, қызым. Әсел? Иә, ашамын. Фу, әке, не әкелгенсіз? Маған ұнамайды. Не үшін, қызым? Өте жап-жақсы киім ғой. Сен тоңып жүрмін деп едің. Мен саған куртка әкелдім. Хотя бы бір күшті киім әкелмейсіз бе? Ұнамады, мен кеттім. Жыныма тиді ғой. Неге ұнамады? Өте жап-жақсы киім ғой. Әкемнің әкелген барлық зат мен үшін әдемі. Иә, Дана, дұрыс айтасың. Бұны қызыма берейін Әселге. Не болған екен Әселге? Білмеймін ғой. Әсел. Қой жанашым, оятпаңыз. Қызым Әсел дейм. Қой жанашым, мені оятпаңыз. Достар, сериал аяқталды. Бұл сериалды өте ұзақ қылдым. Екінші сериясын. Үшінші серия өте ұзақ болмайды. Үшінші серия өте аз болады. Ал төртінші серия ұзақ болады. Сондықтан үшінші серияны күтіңіздер. Лайк басып, подписаться етіп кетіңіздер. Мен сіздерді жақсы көремін. Сау болыңыздар.